Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мерекелік дастарханға тойымды әрі сәнді көрінетін салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоларымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Тауықты суға пісіріп алып, видеодағыдай осылай кіші бөліктерге жіктеп шығамыз. Және де осында арнайы бір форманы алып, төменгі жағына тауығымызды орналастырып шығамыз. Тауықты орналастырып болғаннан кейін бетіне майонез жағып шығамыз. Салатымыздың екінші бөлігіне сәбізден корейский салатты орналастырып шықтым. Тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Одан кейін жүгеріні орналастырдым және де тағы да бетіне майонез жағамыз. Салатымыздың ең жоғарғы бөлігіне жұмыртқаны орналастырамыз. Ол үшін піскен 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды теркамыздың кішкентай бөлігінен өткізіп шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Салатты холодильникке бірнеше уақытқа қойсаңыз болады, немесе бірден форманы алсаңыз болады. Салатымыз өте әдемі шықты. Бұл салат мерекелік дастарханымызға, күнделікті дастарханымызға өте әдемі сән беретін тойымды, дәмді салаттардың бірі. Бұл салатты міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар және де видеоларымды достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздерге сәттілік, келесі видеоларда кездескенше.